сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздерге қазақ тілі 1-ші бөлім 3-ші сынып 17-ші сабақтың жауаптарымен бөлісетін боламын. Ендеше сабақтардың барлығын мұқият соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бірінші бізде мәтінді мұқият тыңда. Бұл ай қыстың хабаршысы. Бұл айда жердің топырағы том болып қатады. Қара су күшейеді, су бетінде қабыршақ мұз қатады. Бізде бірінші тапсырманың жауабы қараша айы. Екінші, мәтінді бөліктерге бөл, әр бөлікке ат қой деген. Жоспарда толықтыру, қыстың хабаршысы, том болып тартуы, жердің қар басуы, жаңбырдың қарға айналуы, күннің суытуы деп жазасыздар. Мына жердегі нүктелерге. Және де келесі екінші тапсырма, жоспардың көмегімен мәтіннің мазмұнын жаз деген. Екінші, мәтіндерді түсініп оқы, әр мәтінге сұрақ қоя отырып түрін анықта және сәйкестендір деген. Бізде бірінші, лашын қазіргі кезде сирек кездеседі. Табиғатта саны азайып бара жатқан құстардың қатарында. Сондықтан ол біздің елімізде қорғауға алынған деген. Бұл пайымдау мәтіні. Екіншісі бізде қараңыздар. Екіншісі сипаттау мәтіні, үшінші әңгімелеу мәтіні. Осылайша сіздерге стрелкамен көрінетін етіп белгілеп қойдым. Сіздер де дәптерлеріңізге жазып, осылай стрелка арқылы карандашпен белгілеп алсаңыздар болады. Сабақты соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар балалар. Келесі біздегі үшінші тапсырма, сынып оқушылары күз кереметі қойылымын қоймақшы. Қойылымның шақыру қағазын дайында. Шақыру мәтіні дәптеріңе толықтырып жаз. Құрметті ата-аналар, сіздерді үстіміздегі жылдың 10 қазанында болатын күз кереметі қойылымына шақырамыз. Қойылым сағат 11:00-де 3-ші сынып оқушылары делінген. Бұл жерде сіздер күз айы немесе басқа да шақыру билеттің аттарын жазып, осылайша әдемі етіп шақыру билет жасасаңыздар болады балалар. Қараңыздар, шу өте әдемі болып жазылған. Ендеше менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет балалар. Сабақты соңына дейін қарағандарыңызға. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.